Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын карамельный пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Бұл пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ұнайтынына сенімдімін. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, қопсытқыш, жұмсақ сары май, қаймақ, вареный сгущенка және ұн. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа үй температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұн мен қопсытқышты салып, тағы да араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі жасайтынымыз: жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Бізде жұмсақ песочный қамыр шығады. Қамыр біріккенше жақсылап араластырып, қолмен илейміз. Дайын болған қамырды әзірше тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ыдысқа вареный сгущенканы саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Қаймақты саламыз. Барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Вареный сгущенканың сапасы жақсысын қолданыңыздар. Сонан соң жұмсақ қамырды алып, жұқалап жаямыз. Жайылған қамырды формаға орналастырамыз. Қамырды формаға дұрыстап орналастырғаннан кейін үстіне салмасын құямыз. Қамырдың жан жағын тегістейміз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын, толықтай суытып барып кесетін боламыз. Пирог суыды, енді формадан босатамыз. Пирог өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Дәмі тіл үйіретін ерекше пирог. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақшолпан.